жатырдан выделение көп келсе не істейміз және де оның емін айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Сәлем құрметті бауырлар, қалдеріңіз қалай? Видеоны бастамас бұрын каналды қолдап, лайк басып, каналыма тіркеліп, егер тіркелмеген болсаңыз және де құрбыларыңызбен бөліссеңіздер болады. Ол үшін бізге керегі сода, ас содасы және де йод керек, және де ыстық су керек. Бірінші 1 литр ыстық су аламыз, оған 1 үлкен қасық сода саламыз, содан кейін 1 кішкентай қасық йод саласыз. Сәл жылығанша жуынуға келетіндей күйге келтіріп, сосын тазикке жуынасыз немесе грушамен шайнасыз. Бір күнде 2 рет жуынуға болады, сосын 1 апта жуынасыз, үзбей. Сол кезде сізде қабыну басылады және сізде деген қатты выделение келіп, творожный масса, сосын жағымсыз иіс болса, ішіп мазалаған болса, осы әдісті жасап көріңіз. Егер бұл әдіс жақпай жатса, басқа әдісті көріңіз. Мен именно осыны деп айта алмаймын. Сондықтан да өз еркіңіз. Егер видео ұнаса, лайк басып кетіңіздер достар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, әрқашанда аман болыңыздар, сау болыңыздар бауырлар.